Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының басынан аяғына дейін 500-ден аса кейіпкер әрекет етеді. Ең басты кейіпкер Абай. Ол сүйгеніне адал, халқының ұлы, ата баласы емес, адам баласы бола білген, барлық адамзатқа теңдей қараған жоқ жітіктің жоқшысы, қартайғанда халық мұңын жоқтаған дана би ретінде танылады. Абайдың әкесі Құнанбай өз заманында билігін бүкіл тобықтыға жүргізген, ескіліктің заңына бағынған, жаңашылдықтың жаңалығынан секем алатын тұлға. Ол өз ортасындағы белді де беделді, ел тізгінін қолға ұстаған би ретінде танылады. Жер дауын шешуде, ел тентегін тізгіндеуде, шариғат жолымен бабалар жолын берік ұстанған, қарсыласына ымырасыз, кесек шешімді жан. Құнанбай оқудың пайдасын түсініп балаларының білімді болғанын қалайды. Оны Құнанбайдың Абай оқудан қайтқанда айтқан сөзінен байқауға болады. Романдағы уақыт кеңістігінде үш ұрпақ өкілдері көрінеді. Олар әкелер тобындағы Сүйіндік, Бөжей, Байдалы, Қаратай, Майбасар, Жұмағұл, Қамысбай тағы басқалар. Екінші топта Абайдың замандастары Оразбай, Тәкежан, Жиренше, Оспан, Ербол, Ысқақ тағы басқалар. Үшінші ұрпақ өкілдеріне Ақылбай, Мағауия, Шұбар, Дәрмен, Әбіштер жатады. Осыдан өзге кейіпкерлердің бір тобын құрайтындар кедей жатақ өкілдері. Оны бастайтын Дәркембай. Көп өмірі Сүйіндікпен Сүгірдің малын бағып, көшін өлесумен өткен Дәркембай, атасы туыс емес, тірлігі туыс, көрген көресі, кешкен сор туыс, өз еңбектерімен жер жыртып дән сеуіп күн көріп отырған жатақтарға келіп қосылған. Шаруаға икемді, өресі жеткен жерге дейін ойда ояу, тілге де біршама жүйрік Дәркембай, руым, ұранымда осылармен деп жатақтарға ақылшаға кәдімгідей көшбасшы болады. Орта жасқа келген зор денелі адамды оқырман алғаш рет Құнанбайға кезелген шиті мылтықтың шүріппесін басқалы жатқан жерінен көреді. Бұл пиғылдан оны Бөжей қайтарып, Құнанбайды Дәркембайдың оғынан арашалап қалады. Енді бірде жетегінде қодардан тігерге қалған тұяқ сияқты жетім Дәрменді алып, қажылыққа жүргелі жатқан Құнанбайға қалың жұрттың көз алдында қатал талап қояды. Жатақтар тобында Дәркембайдың жанында көрінетін бір кейіпкер Базаралы. Батыр тұлғалы, кеңиық, зор кеудесі, төменшікті биілмейтін, әрі байсал, әрі маңғаз, тіпті Құнанбай алдынан өтсе де тіптік бойы қымсынбай қысылмай кететін Базаралы өзгеше сымбатымен, еркін мінезімен танылады. Романда автор қазақ әйелдерінің көркем галереясын жасаған. Оның көш басында рул елді билеп отырған Құнанбайдың айыбын бетіне басатын өктем мінезімен қатар, немересіне ет бауыр елжіреген мейірімді де әңгімешіл әженің барлық болмыс бітімін жинақтаған Зере көрінеді. Зереге қоса Сарапа мен Иіскемпір де қазақ әжелерінің табиғатын танытуға қызмет етеді. Ал Ұлжан, Айғыз, Мәніке, Қаражан, Қалиха, Мәкіш, Ділдә, Тоғжан, Әйгерім, Еркежан, Үміт, Керім балалар арқылы салт дәстүрге мойын сұнып, тұрмыс жайын күйттеген қазақ әйелдерінің типтік образын жасайды. Әйел ішінде салтанаттың мінез әрекеттері өзгеше. Автор салтанат арқылы қазақтың оққан қыздарының қалпын байқатады. Мағрипаның да болмыс бітімінде юаңдық пен шынайылық қатар өріледі. Әйгерім роман эпопеядағы бастан аяқ қатысушы кейіпкер. Ол ақыллығымен, әншілігімен Ырғызбай еліне танылады. Әйгерім Абайдың өмірлік серігі, сыр бөлісер жақын досы ретінде еркін ашылған кейіпкер.